Баршаңызға сәлем. Бүгін табақ тарту туралы айтып өтпекшімін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле отырыңыздар. Табақ тарту халқымыздың ертеден келе жатқан салт дәстүрлерінің бірі. Тартылған табақ қонаққа деген құрмет пен сыйластықтың белгісі, өлшемі. Жалпы табақ тарту турасында қалыптасқан ережелер бар. Сыйлы кісіге тартылатын табақта малдың қандай мүшелері салыну керек? Осыны қай-қайсымыздың да біле жүргеніміз жөн. Ең алдымен ет асқанда жіліктен бұзылған етті адам санына қарай мөлшерлейді. Тойға немесе қонақасыға көбінесе қой сойылады. Қой еті жілік дегенде 13 мүшеге бөлінеді. Олар 2 жамбас, 2 ортан жілік, 2 асықты жілік, 1 бел омыртқа, 2 сүбе, сондай-ақ қабырға. Төс, 1 омыртқа, 2 жауырын, 2 тоқпан жілік, 1 бұғана, 1 мойын. Әдетте, кәделі жіліктермен бірге сыйлы қонақтарға малдың басын, жылқының шекесін, қазы қарта, жал жаяны табаққа бірге салып береді. Басты үйітіп, жылы суға жуып, мұқият тазартады. Сонымен бірге жағын айырып, тісін қағып, тазалап жуады. Жылқының басын бөліп асады, ал сиырдың басын көз қуысына таяу кеңірсегінен бір шауып, маңдайынан қақ жарып, 3-ке бөліп асады. Сондықтан әр шекесі бір бастың орнына жүреді. Қазақ халқында мейманға таратылатын табақтың түрі көп. Негізінен олар бас табақ, қос табақ, сый табақ, күйеу табағы, келін табағы, жастар табағы, жай табақ. Бас табақ жасы үлкен қарттарға, аса сыйлы қонақтарға тартылады. Оған салынатын кәделі мүшелер бас, жамбас, ортан жілік, белдеме, сүбе қабырға, жылқы етінен қазы қарта, жал жая. Қазақ халқы құда-құдағиын сыйлап, асты үстіне түсіп құрмет көрсетеді. Құда-құдағиларға тартылатын арнайы табақтың кәделі мүшелері бас табақ пен пара-пар. Оның қос табақ деп аталатын себебі құда-құдағиға көпшілікпен бірге ұсынылған қонақасының үстіне қосымша тартылатындығы. Қос табақтың кәделі мүшесі тоқпан жілік. Құда табаққа бас, жамбас, ортан жілік, сүбе қабырға, қанатты омыртқа, 1 білем ет, 1 білем құйрық, арнайы туралып табаққа салынған құйрық бауыр. Бұл табаққа өкпе, жүрек салынбайды. Өкпе берсе құда өкпешіл болып кетеді деген ырым бар. Сый табақ құда жекжаттың қатынасы болмаса да ерекше сый құрметке ие адамдарға арнайы тартылатын табақ. Жеңге табақ асықты жілік, сүбе қабырға, мойын омыртқа, құйрық, өкпе, ұлтабар салынады. Беташар табақ сүбе, төс еті, қарын, ащы шек, құйымшақ, мойын омыртқа. Күйеу табаққа асық жілік, сүбе қабырға, 1 білем ет, омыртқа, 1 білем құйрық, 1 бөлек төс сүйек салынады. Қыз табақ құйымшақ, тоқпан жілік, бел омыртқа, құйрық, қабырға. Құрдас табақ бел омыртқа, қабырға, бүйрек, бақай, асықты жілік. Дегенмен, қазақ елінің кең байтақ даласының әр түкпірінде табақ тарту дәстүрлері әртүрлі. Бір-біріне ұқсамауы да мүмкін. Тіпті ет турау әдісі де әр өңірде әрқалай болып келеді. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Халқымыздың қонақжайлылығы арта берсін. Сау, саламат болыңыздар.